Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі 2019 жылдың 8 ақпан күні 3-ші қысқы қайырымдылық бал кешін өткізді. Мектептің дәстүрлі ең әдемі іс-шараның басты мақсаты церебральды сал ауруына шалдыққан балаларға көмектесу болып табылады. Полонез, таныстық полкасы, вальс, француз кадрилі, квикстеп, бал билерін оқытушылар мен оқушылар бірнеше апта бойы дайындады. Сондай-ақ қоғамға қызмет көрсету жобасы жүзеге асыру барысында мектеп оқушылары дайындыққа және достарымен кездесуге уақыт тапты. Әрбір қатысушы ізгі істерге қосқан өз үлесін сезінді. Нәтижесінде байырғы үлгідегі керемет бал ұйымдастырылды. 7-ші сынып оқушыларының вокалдық тобымен бірге Айзар Айдос ән салды. Игорь Александров 9-шы сынып оқушысы Алина Берғалиевамен бірге вальс биледі. Көрермендерді жас қатысушылардың шеберлігі, табандылығы мен батылдығы ерекше таңдатты. Балға бүкіл дайындық кезеңінде қор жиналды. Ата-аналар өткен жылдағыдай үлкен белсенділік танытты. Мектеп мұғалімдері мен қызметкерлері де қайырымдылық көмек көрсетуге атсалысты. Іс-шара барысында церебральды сал ауруы диагнозы қойылған балаларға арналған 5 арнаулы арба сатылып алынды. Көптеген жылдар бойы мемлекеттен қажетті қозғалыс құралдарын алу үшін кезекте тұрған мүмкіндігі төмен отбасынан шыққан балаларға таңдау жасалды. Енді 5 жас пен 10 жас аралығындағы Бекжан, Татьяна, Диас, Айзар, Нариман көше мен үйінде қозғалуға ыңғайлы көлікпен қамтылды. Өздерінің таңдауы бойынша сыйлыққа тартылған ойыншықтар, қажетті заттар үнемі осы мейірімділікке толы кешті естеріне салатыны анық. Айрықша белсенділік танытқан демеушілерге алғыс хаттар тапсырылды. Олар үшін ең бастысы үлкен игі іске өз үлестерін қосу болды. 2015 жылдан бері Шығыс Қазақстан облысының көмекке мұқтаж жас тұрғындарына қайырымдылық таныту жүзеге асырылып келеді. Алғашқы қысқы балдан кейінгі адамдардың алғысы оны дәстүрге айналдырды. Қайырымдылыққа зәру балалардың саны артты. Спасибо всем. Креативті, ізгі жүректі, жомарт жанды мұғалімдерді, оқушылар мен ата-аналарды жақсылық пен асыл қасиет салтанаты ынтымақтастыққа біріктірді. Оқушылар өз сөздерінде бұндай іс-шаралардың өте маңызды екенін, оның қолда барды қадірлеу білуге, оны бағалауға үйренетіндерін айтты.